Иоганн Гутенберг полиграфияның негізін қалаушы. Алғашқы кітап басып шығаратын машинаны 1440 жылы Иоганн Гутенберг жасаған. Өнертапқыш ең танымал тарихи тұлғалардың бірі болды. Өйткені басып шығару процесі айтарлықтай өзгерді. Дегенмен Гутенберг кітап басып шығаруды ойлап тапқан жоқ. Алғашқы баспа мәтіндері 6 ғасырға жатады. Иоганн Гутенберг жылжымалы типті престі жасады. Өнім кітаптарды басып шығару процесін айтарлықтай жеңілдетті. Біз сізге өнертапқыштың өмірі туралы, Гутенбергке дейінгі және кейінгі басып шығару туралы айтып береміз. Біз машинаның өзін және оның әлемді қаншалықты өзгерткенін мұқият қарастырамыз. Тарихта кітап басып шығаруға арналған өнім кем дегенде 2 рет ойлап табылған. Бұл алғаш рет бірнеше ғасыр бұрын ежелгі Қытайда болды. Тарихшылар бұл күн туралы даулайды. Өйткені еуропалықтар 6 ғасырды, ал азиялықтар 10 ғасырды көрсетеді. Тарихи деректерге сүйенсек, Гаухар Сутра деп аталатын баспахана 868 жылдан басталады. Өнім бір парақ мәтінді басып шығара алады. Құрылғының көмегімен мыңдаған сутраларды Конфуцийдің, оның шәкірттері мен ізбасарларының еңбектерін басып шығаруға болады. Тиісті шеберліктің арқасында бір күнде қағаздың екі жағындағы мәтіні бар 2000-ға жуық бетті басып шығару мүмкін болды. Еуропада баспа станогының қайта ойлап табылуы серпіліс туғызды. Бұрын адамдар мәтінді басып шығару үшін ағаш тақталарды қолдануға мәжбүр болды. Иоганн Гутенбергтің өмірі. Ер адамның туған күні туралы мәлімет жоқ. Иоганн баспа машинасын жасамас бұрын зергер болған. Ер адам жартылай асыл тастарды жылтыратып, айналар жасап, болашақ мамандарға қолөнерді үйретті. Гутенбергтің басқаларды оқытуға құқығы бар екендігі шебер атағын көрсетеді. Алайда Иоганнның бұл атақты қайдан алғаны туралы нақты ақпарат жоқ. Зергерлік бұйымдардан басқа, ер адам кітап басып шығарумен тәжірибе жасады. Кітап басып шығару машинасының прототипі ресми өнертабысқа дейін бірнеше жыл бұрын Гутенбергтің шеберханасында болған деген қауесет бар. Тарихшылар машинаның ресми түрде қай жылы ойлап табылғанын анықтай алмады. Жалпы қабылданған күн 1440 жыл. Кітап басып шығарудың инновациялық тәсілі жылжытуға болатын 3 өлшемді металл әріптер болды. Бұл өнертабыс Гутенбергке бірінші еуропалық шрифттің авторлығына келді. Айнамен бұрмаланған әріптер матрицалық принцип бойынша басылған мәтін. Машина өте үлкен болды және ағаш арқалықтар арқылы төбеге бекітілді. Өнімнің негізінде рычагты металл пресс болды. Төменде үстел болды, беті мінсіз тегіс болды. Үстелдің машинаның астына итеріп, қайтадан шығаруға болады. Баспа станогын жасау кезінде Иоганн шарап станогынан шабыттанды деген болжам бар. Өнімдер құрылымы жағынан бір-біріне ұқсас болды. Металл әріптерді жасау. Таяқтың ұшына айнадай бұрмаланған әріп қашалыпты. Бұл әріп бұрын жұмсартылған мыста із қалдыру керек еді. Содан кейін ойық матрица ретінде пайдаланылды. Ол басқа металдан құйылу мүмкін. Траншеяны пайдаланып, матрицаға сұйық қорғасын құйылды. Суыған соң ашып, дайын хатты алып шықты. Матрица қайта қолданылды. Бұл бір әріпті бірнеше рет шығаруға мүмкіндік берді. Шебер әріптерді жинап, оларды қажетті ретпен орналастырып, арнайы пішінде макетін қалыптастырды. Процедура мұқият адамдарға арналған, өйткені сызықтар шағылыстырылған. Пішін бояумен қапталып, басып шығару басталды. Машина әріптердің кескінін кез келген материалдың парағына ауыстырды. Үстел өлшеміне байланысты бірнеше бетті ретке келтіруге мүмкіндік берді. Ең көп беттер саны 32 болды. Гутенберг толыққанды баспахана құра алмады. Бұл адамның ақшасы жеткіліксіз болды. Өнертапқыш несие беруші Иоганн Фустпен мәміле жасады. Келісім бойынша Фуст Гутенбергке баспахана ашуға қажетті соманы беріп, ай сайын пайда болатын шығындарды өтеп берді. Екі Иоганнның ынтымақтастығы сәтті болмады. Несие беруші қосымша шығындар үшін ақша бермеді. Бірақ уақыт өте, ол баспахананы соттың көмегімен өз меншігіне алды.
Бұл Гутенберг келісімде көрсетілген пайызды төлей алмағаннан кейін болды. Содан баспахана Фусттың меншігіне айналды. Осыған байланысты Германияда белгілі бір уақыт бойы машинаны ойлап тапқан несие беруші деп есептелді. Құрылғының авторы басқа да көптеген тарихи тұлғаларға тиесілі болды. Тарихшылар бұл машинаны жасаған Гутенберг екенін дәлелдей алды. Фустпен сәтсіз мәміледен кейін өнертапқыш екінші құрылғы жасап бірнеше кітап шығарды. Йоганнес Гутенберг жазған Библия. Кітап алғашқы баспадан басылғандардың бірі болды. Адамдар оған Гутенберг Библиясы деген атау берді. Қасиетті хатты басып шығару үшін машина технологиялық жағынан жетілдірілді. Өнертапқыш арнайы бояу композициясын жасады. Бұрын қолданылған зат металдан жасалған, жылжымалы әріптерге жарамсыз болды. Бояу құрамында мыс пен қорғасын бар. Басылған мәтін бірнеше ғасырлар өтсе де анық көрінеді. Ақшаны үнемдеу мақсатында жолдар саны 42-ке дейін ұлғайтылып, олардың арасындағы қашықтық қысқартылды. Сондықтан кітап 42 жолдан тұратын Інжіл деп аталады. Мәтіні екі түсті басып шығарылады. Алдымен машина негізгі мәтінді басып шығара отырып, қара бояуды қолданды. Содан кейін жетіспейтін элементтерді қызыл сиямен қосу үшін беттер қайтадан баспасөзден өтті. Бұл технология бірнеше кітапты басып шығару үшін қолданылды. Содан кейін уақыт өте келе одан бас тартты. Бастапқы әріптер үшін орналасуда бос орындар қалдырылды және басып шығарғаннан кейін олар қолмен қолданылды. Содан кейін қасиетті хат 180 кітап көлемінде шығарылды. 45 эксклюзивті басылым мен пергамент қағазында басылды. Ол үшін шеберлер 100 мыңдаған металдан әріптерді құюға мәжбүр болды. Баспа машинасының маңызы. Гутенбергтің өнертабысы Еуропада басып шығаруды дүниеге әкелді. Ұқсас машиналар көптеген елдерде танымал болды. 15 ғасырдың аяғында Германияда 50-ден астам баспахана жұмыс істеді. Еуропалық принтерлер 30 мыңнан астам кітап басып шығарды. Кітап басып шығарудың жаңа дәуірі осылай басталды. Тарихшылар Қытай өрлеу дәуірін бастаған жылжымалы металл әріптері бар баспахана болды деп сенеді. Кітаптар қолжетімді болды. Халықтың сауаттылығы жоғарылай бастады. 16 ғасырда діни қызметкер Мартин Лютер 500 мыңнан астам данамен басылған Библия аудармасын жариялады. Лютер әрбір адамның киелі кітапты оқып, қасиетті хат туралы ой жүгіртіп, қорытынды жасауға мүмкіндігі болғанын қалады. Кейіннен парақшалар мен газеттер шыға бастады. Бұл қазіргі ақпарат құралдарының бастауы болды. Гутенбергтің өнертабысы болмаса, жаһандық полиграфия өнеркәсібі мүмкін емес еді. Баспасөз 18 ғасырға дейін өзгертілмеді. Бірақ содан кейін баспа өнімдеріне сұраныс арта бастады. Тираждың ұлғаюы баспа процесінде бірқатар өзгерістерге, соның ішінде басылымдардың құнын төмендетуге әкелді. Сонымен осылай.